Мөп-мөлдір көздің қарасы. Тараз қаласындағы 4 күнге созылған сапарым титықтатқанмен кәдімгідей шаршап қалған екенмін. Пойызға кірген бетте жеңіл киімдерімді ауыстырып, өзіме тиесілі орныма жата кеттім. Төсегімнің үстіңгі қапатта болғаны мұндай жақсы болар ма? Ешкім мазамды алған да жоқ. Ұялы телефонды да шұқыламай, кітапқа да қарамай бірден ұйқыға бас қойдым. 4 күнгі шабылыстың шаршауын басып, 4 түнгі шала ұйқының есесін қайтармақпын. Ертеңгі істейтін шаруаларымды жоспарлап, ұйықтап кеткен екенмін. Жолсеріктің төсеніштеріңізді өткізіңіздер деген сөзі ұйқымнан оятты. Оянғаннан кейін керіліп созылып біраз жаттым да жан-жағыма қарадым. Сапарласым 2 қарт, адам мен бір жас жігіт екен. Жас жігіт те үстіңгі төсектен орын алған екен. Менің оянғанымды көріп күле қарап, ұйқыңыз қатты екен деді. Шаршағанмын ғой дедім қысқа ғана жауап беріп. Кеше мені анам шығарып салған. Сіз екеуміздің бір купеге түскенімізді көріп, қуанып тебе повезло деп еді, түк те повезло болмады. Неге? Енді әңгімелесіп жол қысқартып жетеміз деген үміт ақталмады. Өзіңіздей әңгімешіл жігіттер әркімнің қолына түсе бермейді ғой. Bir тыңдайыншы деп едім, тырайып жатып алдыңыз. Егер қарсы болмасаңыз бір жерден шай ішейік. Әлі танысып үлгермеген сапарласымның өтінішін жерге тастай алмадым. Перронда тұрып таныстық. Аты Қайрат екен. Пойыздан түскеннен кейін Алматы вокзалының айналасына топырлай орналасқан асханалардың біріне бас сұқтық. Менің әңгімемді тыңдағысы келген жігіттің өзі нағыз әңгімешіл екен. Мені сөйлетіп өзі тыңдамақ еді. Мені тыңдатып қойып, өзінің сөйлеп кеткенін аңғармай қалды. Медицина университетін тәмамдағаннан кейін табаны күректе 5 жыл Тараз қаласындағы ауруханалардың бірінде қызмет атқарған екен. Өзі де сол елдің тумасы көрінеді. Енді Алматыға қоныс аудармақ болып келе жатқан бет екен. Санаулы сәт жолдас болған жігіттің мына бір әңгімесін өздеріңізбен бөліскенді жөн көрдім. Дәрігер болам деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірген емес. Жалпы мен сізге шынымды айтайын. Бала кезімде арманшылардың қатарында болған жоқпын. Сабағымды жақсы оқыдым, тәртібім тәуір болды. Бірақ 9 сыныпқа дейін болашақта кім болатынымды әлі шешпеген едім. Біреулер құсап, айға ұшсам деп армандап, я болмаса әнші, күйші, суретші, жазушы болам деп те ойламаған едім. Ал енді дәрігер болу туралы ой басыңа қайдан қаңғып келіп жүр деген заңды сұрақ туындайды. Бұл ауру әкемнің шешімі еді. Әкемнің өтінішімен 10 сыныптан бастап дәрігердің оқуына дайындала бастадым. Әрине басқа пәндерді біржолата жиып қойған жоқпын. Бірақ химия, биология пәндеріне баса назар аудардым. Әдебиет пен тарих онсыз да жаныма жақын. Сонымен не керек 2 жылға дайындығым жаман болған жоқ. Мектепті алтын белгіге бітіріп, осы Алматыдағы медицина университетіне қиналмай түстім. Алматыда жас болып шалқып жүрдім. Ойнадым, күлдім, дәурен кештім дей алмаймын. Біріншіден өзім де ұйғыла өскен адаммын. Екіншіден біздің факультетте еркек кіндіктен гөрі төмен етектілер көп. Ең негізгісі біздің мамандық сандалбай жүрістер мен басы артық істерге мойын бұрғызбайды. Өнер академиясындағылар және мұғалімдіктің жаңа басқада мамандықтың оқулықтарына еркіндік, кеңдік деген жарасатын шығар. Ал біздің мамандық ондайды көтермейді. Өйткені адам тағдыры ойыншық емес. Қыз қуған, қызық қуған, серілік құрған жігіттер үшін жастық шақ дегенің аққан су соққан желдей шығар. Біз үшін мысық табандап жылжитын. Қысқы жазғы демалыстарының бәрін ата-анамның жанында сүйікті Таразымда өткізетінмін. Қалған уақытта Алматыда оқуымды оқыдым. Әупірімдеп 7 жылымды өткізіп, туған қалама тарттым. Сол жерде облыстық ауруханаға дәрігер болып жұмысқа тұрдым. Дәл сол кезде ауру әкемнің арманы орындалды. Сүйенші болдым. Жұмысымда ауруларды үйімде әкемде емдедім. Біздің жұмысымыз оңай емес. Қарапайым жұрт қиын екенін біледі. Бірақ толық сезіне алмайды деп ойлаймын. Таңның атысы, күннің батысы демей шабылып жүреміз. Кейде осы дәрігер деген сөз, әбігер деген сөз бекер ұйқаспайды деп ойлап қаламын. Шын мәнінде біздің қызметіміз нағыз әбігерлік қызмет. Кейбір емделушілердің анализінің қорытындысын көргенде қанша өмірінің қалғанын біліп тұрасың. Бірақ күніңіз біткен екен дей алмайсың. Қолынан келгеніңше күресесің. Өйткені үмітсіз шайтан дейді. Біз шайтан емеспіз. Бірақ бәріне кәсіби тұрғыда қарауға тиіспіз. Мен шын мәнінде нақты істі жақсы көремін. Кез келген мәселеге тура қарау керек.
Көп сөйлеп кеттім бе? Айып етпеңіз, тамақтан алып отырыңыз. Адамның денсаулығының жақсы болмағаны осы дұрыс тамақтануға байланысты. Рас, жұрттар бізді еттері өліп кеткен деп кінәлайды. Қалай етің үйренбесін, тәулік бойы көретінің осы. Олар бірақ адам үшін жандары ауырады. Ал біздің миымызда бір сәтте ондайлардың 30 тұрады. Әркім үшін өзінің жаны, я болмаса жетелеп келген туысының жаны аяулы. Ал біз үшін бәрі бірдей. Біреуінен біреуін алалай алмаймыз. Еттері өліп кеткен дегеннен шығады. Біздің етімізді университетте жүргенде-ақ өлтіріп тастайды. Жоғары курста жүрегімізде бізді 3 жігітті моргке жіберді. Рас, бақа союдан басталған тәжірибеміз моргтегі сабақтармен әлдеқашан жалғасқан. Кірген бетте қолқаңды қабатын жағымсыз иіске де үйренісіп кеткенбіз. Бірақ бұл жолы барысымыздың жөні мүлде бөлек еді. Қайтыс болған адамның сүйегінен етін ажыратып қаңқасын алуымыз керек болды. Курстық жұмыстардан құтылатындықтан екіншіден тәжірибе болсын деп келісіп алғанымен жемге келгенде жүрексіндім. Біз соятын адам іздеу сұрауы жоқ, көп бомждардың бірі болса керек. Бұдан бұрын кіріп көрген, бұндай істің дәмін татқан 2 жігіт алғашқы күнгі шаруаларды өздері атқарды. Біз екінші күні кірдік. Суға бір қайнатып алған әлгі мүрдені етінен аршуға кірісіп кеттік. Міне мен сол кезде арақ деген пәлекетті алғаш рет ұрттадым. Әрине тәжірибелі аға студенттердің ақылмен. Басында өзімді жағымсыз сезінетінім рас. Артынан кейін әлгі қаңқаның сүйектері жабысқан еттерін егеумен егеп, құм қағазбен ысқылап емін еркін отырғанын сездім. Еті үйренді, еті өліп кетті дегеніңіз осы. Ал адам сойғанның жанында біреулердің ашық жарақатын көру, анау айтқандай қорқынышты да, жеркенішті емес. Өзіміздің таңдап алған жолымыз болғаннан кейін бәріне көнуге тура келеді. Шындығын айтқанда кейде қажып та кетеміз. Өзіңіз де білесіз, оңай жұмыс емес. Бірақ елдің бәрі оңайына жүгіре берсе, қиын жұмысты кім істемек? Әйтеуір біреу істеу керек қой. Бізде бір дәрігер бар, жасы 50-лердің бел ортасына келген. Өзі тәжірибелі болғандықтан ол кісіге мүлде тыным жоқ. Жұртта жүрексінетін ауыр оталарға да сол кісі кіреді. Кезекшіліктен тыс уақытта маза бермейді. Демалып жатқан жерінен шақырып алады. Әрине үйінде демалып жатқан, я болмаса қонақта отырған адамның мынадан тартып алуы мүмкін. Сондай сәттерде шұғыл шақырғанда өзі рөлге отырып, алып ұшып жетеді. Оны қаладағы жол полициясының қызметкерлері танып алған, кешіріммен қарайды. Әрине дәрігерлерге арналған жеке заң жоқ, бірақ жазылмаған заң деген болады ғой. Бірде шұғыл жасалу керек ауыр отаға шақырғанда қонақта отырған жерінен тура тартқан ғой. Жолда полицейлердің бірі тоқтатып, жауапқа тартып жолын кессе керек, ол артықы де дұрыс. Сонда жаңа көкеміз қайткен дейсіз ғой. Көлікті құжаттарымен қосып тастап, әрі қарай таксимен кеткен. Артынан жеткен полицейлер жаңа көкеміздің жағдайымен танысқаннан кейін кешірім беріпті. Кейде жұрттар дәрігерлер туралы жаман ойлап жатады. Ақша бермесе қарамайды деп. Сіз мен айтып отырған дәрігерді өзіңіз барып көріңіз. Біреуден бір тиын сұрап, емеурін танытпақ түгілі шын ризашылықпен ұсынған рахметіңізді де алмайды. Бірде бір шіріген байдың баласын ажалдан арашалап қалды. Байекең өмірінің жалғасы жиған дүние малының мұрагері саналатын ұлының тірі қалғанына қуанып, алтын қолды дәрігеріміздің мазасын әбден кетірген. Қомақты қаржыны ал деген, жұмыстан тыс уақытта жолынан күтіп алып та ұсынған. Сонда біздің ағай мешіт пен балалар үйін нұсқаған. Қанша бергін келсе де сонда апарып бер деген. Ал өзіне бір бөтелке коньяк қана алдырған. Кейде сол кісінің кабинетіне кіріп барамыз ғой. Сол кездердің бәрінде мұңға батып терең ойдың құшағында отырады. Не ойлайды екен деймін. Ағамызды сонша мақтап отырмын ғой. Бірақ статистика бойынша ол кісі жасаған оталар басқалармен салыстырғанда көп жағдайда сәтсіз аяқталады. Онда несіне мақтап отырсың дерсіз? Заңды сұрақ. Оның себебі мынада. Әріптестеріміздің көбісі үмітсіз оталардан бастарын ала қашады. Жеңіл желпі нәтижесі тауыр болатын оталарды жасап, рахметке бөленіп жүре береді. Ал біздің ағай өзге дәрігерлер бас тартқан, жасаған күнде де жеміс бере қоймайтын оталарға барады. Барынша күреседі. Шын мәніндегі дәрігер. Біз сол кісіден үлгі алып келе жатқан жастармыз. Әрине арамызда сұғанақтар да жоқ емес. Енді өзіме келейін. Бір күні жұмыстан шықсам деген ой келді. Таңдап алған мамандығыма қанша адалмын дегенмен де мен де шаршадым, қажыдым. Әрине жас басымызбен қажыдым, шаршадым деген жараспайтын қылық.
Дүниені тындырып тастағандықтан емес, жағымсыз тірліктен шаршадым. Күнде болмағанмен кейде күнара, кейде аптасына бір рет болса да, көз алдыңда адамдар өмірмен қош айтысып жатады. Тура келген ажалға дәрмен бар ма? Аурулар қолымызда аттанып жатады. Соның бәрін көру жүрекке ауыр, жүйкеге де салмақ. Шыдап жүре бердім. Ал бір күні шыдамым таусылды. Менің төзімімді тауысқан мына оқиға болды. Біздің ауруханамызға бір күні Әсем деген бір қыз түсті. Білесіз бе, жап-жас, өз сондай әдемі, бір міні жоқ. Көрген адамның бәрі ғашық боларлық қыз. Атына заты, ақылына көркі сай. Шіркін, Әсем десе Әсем, бірақ ауруының беті қатты. Анализ қорытындыларын қарап отырып шошып кеттім. Ұзаса 30-40 күндік қана өмір қалған. Енді мына қыздың өлімін көру үшін қиын еді. 12-де бір гүл ашылмаған. 22 жаста ғана. 80-дегі 90-дағы адамдардың мейлі, 40-50-дегі азаматтардың өлімі өлім екен-ау. Ал мынау сұмдық енді. Қалай? Неге? Не үшін? Миым жетер емес. Мұхаммед пайғамбарымыздың менің үмбеттерімнің көпшілігі тілі мен көзден қайтыс болады. Бірақ адамдар олай ойламайды деген екен. Мына қызға шын мәнінде көз бен тіл қатар тиген-ау. Мынау қызда жас сәби сын деді. Тіл мен көз дегеніңіз жас ауру түгілі сұлу атты да жығып түседі ғой. Әрине, аурудың пайда болуына тіл мен көз әсер еткен шығар-ау. Тілдің, тілі мен көздің сұғынан сақтану да оңай шаруа емес-ау. Бағана айтқан сөзіме енді өзім қарсы шығып отырғандай болармын. Мен де тәуіптеніп кеткендеймін бе? Рас, мен қазақты ортада тәрбиеленген, ата көрген, әже көрген адаммын. Тіл мен көз туралы айтып отырғанында сондықтан. Әрине, бұл қыздың медицина тілінде атауы бар, нақты ауруы бар. Қыз шын мәнінде аса сұлу еді. Жоғарыда айтқанымдай, мен жастық шақтың, жігіттік кезеңнің қызығын көрген адам емеспін. Біреуге ғашық болып, біреуде жақсы көрген кезім де болған сияқты. Енді әрине айналамыздағы қыз-келіншектермен бірде әзілдесіп, қалжыңдасып, тіпті әңгімелескенде боламын. Бірақ бір адамға ойым кетіп, емешегім үзіліп, көрмесем тұра алмастай сағынған кезім әй жоқ екен. Сондайда өзімді жүрексіз, сезімсіз, мейірімсіз біреу шығармын деп те ойлаймын. Әбден сүрленгенше бойдақ болып жүргенімнің де себебі сол шығар. Осы жүрсіме қарап әріптестерім маған өтей бойдақ деп ат қойған. Жарайды дедім. Өмірді босқа өткізбей, еліме өтей бойдақша қызмет ете алсам, арман не? Бауырына басып жар сүйіп, ұрпақ өрбітетіндер менсіз екенде емес. Өтей бойдақ атанған байқұс басым 30-ға жақындаған тұсымда мына қызды көрдім. Көрген бетте жыл ұшырады. Бұрынғы танысымды, я болмаса туысымды, тіпті сонау бала күндерде бір сыныпта оқыған құрбымды көргендеймін. Бірақ кезіктірмеген адам екені көрініп тұр. Қолымдағы құжаттарын да қарап шықтым. Ешқашан жолымыз түйіспеген сияқты. Сонда қалай болғаны? Артынан ойлана келе қарасам, бұл қыздың бейнесі бұған дейін менің қиялымда өмір сүріп келген екен. Болашақ жарым мен ғашық болатын қыз осындай болу керек деп қиялыма жасап алып, осыншама жылдар бойы асыл бейнесін әлпештеп келген адам болып тұр ғой. Міне енді сол жанды тірідей көріп тұрмын. Бірақ ауру әбден меңдеген шағында. Аурудың беті қанша күшті болғанмен, ол қыздың дидарында ешқандай әмірін жүргізе алмаған екен. Тіпті ажарын аша түскендей ме деймін. Мүмкін бұл қыз дені сау кезінде тәкаппарда болған шығар. Ондай болса маған ұнамай қалар еді. Жалпы маған тәкаппарлық деген мүлде ұнамайды. Ал мына қыз өз сұлу, өз әдемі және өз сондай момын. Момындығынан шығар, сүйкімділігіне шек жоқ. Әсіресе әлжуаз ғана, әнтек жымиғаны керемет. Жымияды да, артынша езуін тез жиып ала қояды. Ауру есіне түсер, сырқаты жанына батар, әйтеуір сүйтеді. Сол жалт ете қалған жымиысындағы жылылықты қатты жақсы көремін. Келген күннен бастап өз қолыма алғанмын. Әрине біз емін тағайындап беріп, жалпы бақылауда ғана ұстаймыз. Уақытылы уколдарын, системаларын салу медбикелердің жұмысы. Сол себепті де ол жақтан палатаға көп кере бермеймін. Арасында ебін тауып, себебін қылып кіріп шығамын. Жағдайын сұраймын. Жылы жымиятта қояды. Өмірге деген құштарлығы көзінен көрініп тұр. Бірақ ауруға мойынсынбасқа шарасы да жоқ. Біздің кейде аурулардан жағдайын жасыратын да кезіміз болады. Жағдайының ауыр екенін айтсаң, сырқат адам өзін-өзі тастап жіберуі мүмкін. Сондықтан дәрігерден бөлек, кейде үмітпен, кейде мейірмен емдейміз. Сырқатқа деген жылылық, оған деген мейірбан қатынас. Оны дертінен біржолата айықтырып жібермесе де,
белгілі бір дәрежеде ауруын жеңілдетеді. Бір сөзбен айтқанда, дәрігердің сырқатқа деген жанашыр қатынасы оған антибиотик болмауы мүмкін, бірақ обезболивающий болады. Біз көп жағдайда осындай емді қолданамыз. Қыздың әкесі де, анасы да жақсы адамдар екен. Әсіресе әкесі күндіз-түні аурухананың айналасында жүреді. Кейде осынау ауыртпалықты өзінен көріп, Аллаға қайыр қылғым жақпады екен, бұл Құдайға не істеп қойдым дейді. Олай демеңіз, мұның барлығы да Алланың жіберген сынағы. Түсінесіз бе? Жазасы емес, сынағы деп қабылдаңыз деймін. Құдай өзі кешірсін. Бұл аурудың жағдайын сырқаттардың өзінен ғана емес, кейде олардың жақындарынан да жасырамыз. Өйткені жағдайы жақсы деп жұбатқандай болсаң, аурудың отасы сәтсіз өтсе, сен жақсы деп айтқансың. Енді неге бұлай болды демек? Сен дұрыс жасамадың дейді. Сол себепті де екі-үшті жауап беріп үйренгенбіз. Бірақ қыздың әкесінен еш нәрсені жасырмадым. Ненің қалай болғанын, алдағы уақытта қалай болуы мүмкін екенін тұтас айттым. Әрине 40 жыл қырғын болса да, ажалдың өлетінін, ажалсыздың қалатынын да ескерттім. Әйтпесе небір байлар бар емес пе? Германия, Кореяны шарлап, ем қонбай ақыры тура келген ажалдан жалтара алмай бұл дүниемен қош айтысып жататын. Сол себепті қонатын ем кез келген жерде қонады. Ем қонбайын десе, әлемді алты айналып келсең де ажалыңды табасың. Әсемнің ауруханаға түскеніне бір аптадай уақыт болғанда, мен оған үйренісі бол да маған үйреніп қалды. Бір түрлі бауыр басып бара жатқанымды сездім. Арамыздағы қатынас сырттай қарағанда дәрігер мен науқастың арасындағы кәдімгі қатынас сияқты. Бірақ арада бір нәзік қылдай көзге көрінбес тылсым байланыстың пайда болғанын сездім. Оның да жүзінен сондай бір нәзік сезімді байқағандай болдым. Әкем мен анамның үйлен деп мазалауы деп бара жатқаннан кейін көрші тұратын бір қызбен байланыс жасай бастағанмын. Бірақ қарым қатынасымызды тереңдетпей, қазірше жай таныс, сыйлас, дос ретінде ғана жалғап келе жатқанбыз. Ол қыз жалпы адам ретінде ұнайтын. Балаларыңа атана, атаныңа келін болатын ақ қыз. Бірақ аңсап жетіп, сағынысып кезікпейтінбіз. Ерінбеген күні барып қыдырыстап қайтып, ерінген күні жата беретінмін. Кейде дәл мынандай қарым қатынаспен ерлі зайыпты өміріміз қалай болар екен деп күдіктенетінмін. Артынша елдің барлығы бірін-бірін сүйіп қосылып жатқан жоқ шығар. Мынау бақыттылардың көбісі осылай ақылмен, байыппен үйленгендер ғой деп өзімді өзім жұбатып алатынмын. Не де болса үйленейін. Болашақта балаларымыз болады. Солардың қызығақ бақыт етер етін деймін. Енді міне, Әсемді көргелі ол ойымнан да айнып бара жатқандаймын. Бірақ Әсемнің алдағы өмірін жобай алғанмен өткен өмірінен хабарсыз едім. Мынандай қыздың сөз байласқан адамы да бар шығар-ау. Бірақ сол сөз байласқан адам болса, неге осыған дейін бірде-бір рет халін сұрап келмеді? Мүмкін алыста шетелде жүрген болар. Не де болса уақыт көрсетер деген ойға келдім. Ең бастысы, осынау әдемі күндердің әр сәтін қалт жібермеуім керек деп шештім. Үйден гөрі жұмыста көбірек болуға тырысатынмын. Болашақ жарым болып қалуы да мүмкін-ау деген көрші қызбен байланысым сиреп кетті. Жұмыс көп, уақытты қыз деп ескерттім де, сол бойы кездесуді сұйылтып жібердім. Жә, мені қойшы, өз ойымды айттым. Ол қыздың не ойы бар екен? Ол да мен құсап, дені дұрыс біреу болса, бопты деп жүрмекен. Сағынбаса, іздемесе, аңсамаса, қызғанбаса, болашақта қандай отбасын құрмақпыз? Махаббатсыз, махаббатты бұлай қойғанда кішкентай сезімсіз, әншейін құрметтен туған бала қандай болады? Менің осы күндерде келмегеніме көнген қыз мүлде жоғалып кетсем де іздемейтін сияқты. Менің де жаным бүтін, арым таза. Бірер уақыт бірге жүргеніміз, әңгімелескеніміз болмаса, қойнына қол салған кезім жоқ екен. Тіпті бір рет сүйіспегенде екенбіз. Тонымыз дұрыс болды ма деймін. Әйтпесе мынандай жағдайда не істер едім? Жә, бастапқыда бас қатырғаным болмаса, кейін келе ол жайлы ойлады мүлде қойдым. Бар есіл-дертім Әсемде болды. Күнделікті жағдайды назарда ұстап отырғандықтан, маған Әсемнің бетінің бері қарап келе жатқаны белгілі болды. Бірақ құлан таза айғады шауып кетеді деу қиын. Бірақ үміт те жоқ емес еді. Сол бір нәзік үміттің шоғын үрлей түскім келді. Жеке шаруалармен жұмыстан қалуыма тура келді. Алыста тұратын ағайындарымызға әкемді апару керек болғандықтан 3 күндік сапарға шыққанмын. Сол 3 күн мен үшін 3 айдай болды. Өтірік айтпай-ақ қояйын, бірақ кәдімгідей елегіздім. Халі қалай, жағдайы қалай, көңіл күйші деген сұрақтар мазамды алды.
Кезекші дәрігерден жағдайын білейін деп неше оқталдым да өзімді сабырға шақырдым. Мазамды қашырған 3 күнді өткізіп, 4-ші күн дегенде таңғы 6-да жұмысқа келдім. Кезекшілікті өткізіп алмастан 5 минуттық жиналысқа дейін ауруларды аралап шығайын дедім. Көпше түрде ұялғанымнан айтып тұрмын. Әйтпесе кімнің жағдайын білуге асығып тұрғанымды өзіңіз де біліп тұрған боларсыз. Ол жатқан палатаға кіріп келген бетте қалшиып тұрып қалдым. Оның төсегінде басқа адам жатыр. Аурулардың историясын қарап үлгермеген мен байқұстың тұла бойым қалшылдап кетті. Қалайша? Кері бұрылдым да ұзын коридорға шығып, медбикелер отыратын бөлмеге қарай жүрдім. Сол жерден историяны қарамақпын. Алдымнан қарсы шыққан медбикеден «Әсем Ермен қайда?» деп сұрадым. Ол қызды 4-ші палатаға ауыстырған деді. Кері айналдым да 4-ші палатаға бардым. Барсам ояу жатыр екен. Кірген бетте жанында тұрған үстелге отырып, халін сұрадым. Жылы жымиып, қалыпты деді. Артынша сәл үнсіз жатты да, сіз қайда жоғалып кеттіңіз деді. Міне, осы сөз ғой, осы сөз. Менің естігім келгені осы сөз еді. Сені біреу болғанды да қыз баласының іздеуі, күтуі, керек етуі қандай ғажап. Әйтпесе бір бөлімде жатқанда 30-40 аурудың қайсы бірі сені іздеп, сені күтіп жатыр дейсің. Демек, кеудемді қуаныш кернеп, өз ойымнан өзім болып, үнсіз отырып қалсам керек. Ол сұрағына жауап күтпестен әңгімені қайта жалғады. 3 күн болмадыңыз деді. Бір шаруалар шығып қалды деді мағынасыз. Мен сізді күттім. Абдыраған адамның сөзі құрсын. Мынандай күтпеген сөзді естіген мен аузыма дұрыс сөз түспей, неге деппін? Білмеймін. Сіз болсаңыз ауруымды ұмытатын сияқтымын. Кешір, сұрағым қолайсыз болды. Мен жай әншейін басқалар дұрыс қарайды ма дегім келген, дедім ақталған болып. Жоқ, бәрі де жақсы. Тек сіз жетіспейтін сияқтысыз. Мені әкем Алматыға кетпек болды. Аты әйгілі ауруханаға. Ал менің барғым келмейді. Барғаның да дұрыс. Ол жерде ең мықты деген дәрігерлер жұмыс істейді. Бізге қарағанда базаларда мықты. Маған мықты дәрігерлер керек емес. Өзіңіз айтпақшы, дертті берген Алла шипасын қоса берсе, осы жерде қатарға қосылармын. Ары бері сүйретілгенді өзім де қалап тұрған жоқпын. Мен қарсы емеспін дедім. Әрине, оның бұл жерде қалғаны мен үшін қуаныш. Ғашығым, сүйіктім деуге ертерек шығар. Бірақ осынау жұмыр жердің бетіндегі жаныма жақын адамның қасымнан алыстамағанына қуанамын. Бірақ бұның жауапкершілігі де оңай емес. Ем қонып беті бері қарап жатса үлкен қуаныш. Құдай бетін әрі қылсын. Егер жағдай қиындап бара жатса, өз қолымен өлтіріп алғандай боламын ғой. Сөзімнің басында сізге айттым. Жұмыстан кеткім келді. Мынандай сұлу қыздың ажал құшқанын, өмірден ерте өткенін көзіңмен көру азап қой. Бұл менің о бастағы әсерім, о бастағы асығыс шешімім еді. Менің жұмыстан өз еркімен кету туралы өтінішімді қараған бас дәрігер шұғыл шешімді түсіне алмады. Менің жауабым да мардымсыз шықты. Өтінішіме қол қоймай, 1 ай ойлан деді. Сол 1 айда, 1 ай деймін-ау. 1 айдың алғашқы аптасында мен бастапқы шешімнен айнып қалғанмын. Оның себебін өзіңіз де түсініп отырсыз. Жұмыс орным 2-ші үйіме айналып кетті. Көбіне көп осында болуға, 1 сағат болса да артығырақ жүруге тырысамын. Әріптестерімнің әлдеқандай шаруалар шыға қалса, солардың орнына қызмет етуге даяр тұрамын. Демалыс сәттерінің бәрінде Әсемді ойлаумен боламын. Асығып жетемін, асықпай кетемін. Аяулы Әсемді әлпештегенді, аялағанды ұнатамын. Ол да қолға үйренген балапандай жәутеңдейді де тұрады. Мен кіріп келген сәтте балаша қуанады. Екеуара әдемі қатынасымыз бен әсерлі әңгімеміз жаңағы айтқан 3 күнге сапарлап келген күнімнен басталды. Палатасын ауыстырған Әсемнің бос тұрған төсегін көргенде-ақ, мен де оның жаныма қаншалықты жақын екенін, мен үшін қаншалықты қымбат екенін сезінген едім. Өзі бастап берген әңгімені жалғастырып отырып, мен де оның көңілін көтергім келіп, бір сырдың шетін шығардым. Сенің бос тұрған төсегіңді көргенде, есімнің шыққанын көрсең, кетіп қалды деп қорықтыңыз ба? Соған қарағанда ауруым соншалықты қауіпті болғаны ғой. Жоқ, ол не дегенің? Онда неге қорықтыңыз? Сіз айналдырған 2-3 күнде кетіп қалатын адам мен 1 ай өмірі бар адамды ажырата алатын болсаңыз керек. Әрине ажырата аламын. Сенің 1 айлық емес, бірнеше жылдық өмірің бар. Рахмет, қорықтым дегеніңізге қарап қорыққаным ғой. Мен сені басқа ауруханаға ауысып кетті ме деп қорықтым. Мүмкін ғой,
атаның Астана мен Алматының біріне әкеткен шығар деп ойладым. Менің бұл сөзім шілей өтірік еді. Әсемді қорқытып алғаннан кейін суға кеткен тал қармайды дегендей ақталу сияқты бірдеңе болатын. Әсем менің бұл өтірігіме сеніп, күдігін сейілткендей болды. Өзі тым бала сияқты. Болмашы нәрсеге бұртиып, болмашы нәрсеге қуана салады, және баладай сенгіш. Әңгімені басқа арнаға бұрғым келіп, «Жә, палатаны ауыстыруыңа не себеп болды?» дедім. Ана палата батыс жаққа орналасқан ғой. Терезесінен ылғи батып бара жатқан күнді көремін. Ал мына жақта тек қана атқан таңды шыққан күнді көремін ғой, солай ма? Иә, бұл да болса дәтке қуат екен. Ал өзің жабығып жатқанда ылғи батып бара жатқан күнді көру одан да әрмен қамықтырып жібереді. Осылай да осылай күндер жылжып жатты. Әсем дертінен шым-шымдап арыла бастады. Шым-шымдап қана. Кейде аурулардың бетін бері қаратпасақ та, асқындырмай ұстап тұрғанның өзіне риза болатын кездерде аз емес. Ал Әсемнің беті мысқалдап болса да бері қарап келеді. Бірақ бұл өте аз. Алдағы уақытта ота жасалу керек. Бәрі де сол отаға байланысты болмақ. Егер ота сәтті жасалып кетсе, онда үміт бар. Сәтті болған жағдайда да емді жалғастырамыз. Егер басқалай жағдай орын алса, қиындау болмақ. Бәрі жақсы болады деп Әсемді сендіргенмен өзімнің күдігімді сейілтуім қиынға соқты. Негізінде мұндай отан үлкен қалаларда, шет елдерде мықты-мықты медициналық орталықта жасатқаны да дұрыс қой. Біздікі енді шынын айтқанда облыстың аты облыс. Әсемнің өзі де осы жерді қалап тұр. Адам мынандай жағдайда жатқанда ненің махаббаты? Оның да жағдайы белгілі ғой. Бұны өзім мойындады. Аға, шет елде оңайрақ болатын мен де білемін. Бірақ мен әке-шешемді қинағым келмейді. Жұқартып айтқанда біздің жағдайымыз өте қарапайым. Әрине әкем менен ештеңесін аямайды. Бірақ осынша жасқа келгенде үйсіз қалдырып қаңғытқым келмейді. Өйткені менен кейін де екінім бар. Квота жасау аса қиын шаруа емес. Шет ел болмаса да еліміздегі ең ірі ауруханаларға жасатуыңа болады. Жоқ, мен осы жерде ақша жасатамын. Тәуекел еттім. Тек бір өтінерім бар. Қолымнан келгенін жасайтыныма сенімді шығарсың. Иә, онда айта ғой. Сіз отаға бірге кіріңіз. Әрине бірге кіремін. Сіз жанымда болсаңыз бәрі жақсы болатын сияқты сезінемін. Мен Әсемнен шыққаннан кейін баяғы ұстазымның кабинетіне бардым. Әлгі үйінде жатқан жерінен шақыртып алатын алтын қолды дәрігеріміз. Ол кісі де қыздың жағдайының хабардар, ауруымен таныс. Есігін қақпай кірдім. Кезекшіліктен босаған бет екен. Әдеттегідей алдындағы жартылай коньяк құйылған бокалға қарап үнсіз отыр екен. Жанындағы бос орынға жайғастым. Ол кісі үнсіз қалпынан танбаған күйі шкафтан тағы бір бокал алды да мейімделіп қойды. Алып қой дегендей ишарат жасады да өзі тұтастай көмейіне төңкере салды. Мен де кеңірдегіме қарай тастап жібердім. Ішім жылып барады. Иә, әңгімеңді айт деді. Ерманованың жағдайымен таныспын. Соның отасын өзіңіз жасасаңыз деген өтінішім бар. Ұсыныс деп қабылдайын. Қалай қабылдасаңыз да сіздің жасағаныңызды жөн көріп отырмын. Оны жиналыс барысында көреміз. Бас дәрігер не шешсе, сол болады. Сіз өзіңіз сұраныңыз, көрейік, бәрін де байқап жүрім. Сен үшін қуаныштымын. Ұстазымның осы бір қасиетіне ішім жылиды. Міне тағы да қиындығына қарамастан күрделі отаны жасауға бел буып отыр. Әсем жатқан палатаға қайта келдім. Оған мән жайды түсіндірдім. Ең бастысы отаны кімдің жасайтынын және оның қандай мықты дәрігер екенін айттым. Әсемнің де қорқыныш сейіліп, үміт дүниясы бой көтерді. Ертеңгі анализдерің жақсы болса, жалпы жағдайың қалыпты тұрса, 2 күннен кейін ота жасайды. Жүрек мықты болу керек. Жүрегің тыныш педі. Сағынып жүрген адамдарың болса, ертең мауқыңды басып ал. Ата-анам мен 2 інім бар. Оларды күнде көріп жүрмін ғой. Олардан бөлек туыстарымыз бар. Бірде екілі келді ғой. Жоқ, кәдімгідей сағынатын сағындыратын дегендей. Ондай ешкімім жоқ. Ол жағына алаңдамаңыз. Сендей әдемі қыздардың ешкімі жоқ болғанда қызық. Болған, мына ауру маған жіберілген сынақ болғанмен айналамды сынап алуға көмектесті. Сенсіз өмір сүру мүмкін емес деп жүретін еді. Менің өмір сүруіммен екіталай болған жағдайда басын ала қашты. Ол кәдімгі басыңды күн шалғанда таппай қалатын көлеңкенің өзі екен. Егер мына ауру болмағанда, опасыз өмірді қорқылар ма еді? Кім білсін? Алланың мұнысына да шүкір. Жанымды тазалап алармын. Тәнімді бұлғатпағаныма қуанамын. Ондай қоқыстарды миыңнан шығарып таста. Тек қана жақсы нәрселер ойла. Арманда, қиялда,
бірақ көңіліңді түсіретін, жаныңды ауыратын ойлардан аулақ бол. Сіз сұрағасын жауап бергенім ғой. Әйтпесе өкпе реніш түгілі еске түсіруге тұрмайтын адам ғой. Сол күні түнде үйіме кеттім. Ол палатасында жалғыз қалды. Түннің бір уағында телефоныма хат келді. Әсемнен келген екен. Мен сізге сенемін депті. Көп нүктесі көп ойға жетелейді. Бұл терең мағыналы үлкен сенім бе? Әлде отаны жақсы өтеді деген сенім бе? Ол жағын тап басып айта алмадым. Жауап беруім керек. Бірақ не деп? Ойлана келе мен жұмбақтау қылып, сенімің ақталсын, ақтауға тырысамын деп жазып жібердім. Ойын оңға, санасы санға бөлініп, үміт пен үрейдің құшағында тең жатқан қыздың бұл халін түсіндім. Өзімнің бойымдағы сезімнің жайы белгілі. Бұл қыздікі не болды екен деймін. Қанша түсінемін, сеземін дегенмен бір жұмбағы рас. Ақыр саусақтарым дірілдеп отырып, мен сені жақсы көремін деп жазып жібердім. Білемін, мен де деп жазып жіберіпті. Ертесі күні жұмысқа барғанда оның палатасына беттей алмай біраз жүрдім. Алыс отырғанда айтарымды айтып алып, енді сол сөзім үшін қыздың бетіне қарауға дәтім бармады. Неге бәрі оңай, неге бәрі қиын? Ақыры бойымдағы бар күшімді жинап, демімді ішіме алып кірдім. Көздері күлімдеп жатыр екен. Қалай, мықтысың ба дедім. Мықтымын деді. Және күшті шығарсың. Әрине күштімін. Жақсы. Енді осы мықты һәм күшті қалпыңда сәл шыдап берсең болды. Сіз жанымда болсаңыз болды. Осы 2 күн тезірек өтіп кетсе екен. Мен тағы секем алып қалдым. Адамдар қызықпыз. Бір нәрсеге асықсақ сол күнге қолымыз жеткенге дейінгі уақыттың бәрін зая қылғымыз келеді. Құдай бетін аулақ қылсын. Әсемнің отасы сәтсіз аяқталды делік. Не болады? Мұндай жағдайда 2 күн дегеніңіз сұмдық қой. Сұмдық емес пе, я? Өмір дегенің бір күндік сәуле. Түптің түбінде тамшыдай ғана нұрына зарықтырады. Ал біз кейде осы өмірді өтпейтіндей көреміз. Мен осынау 2 күнді, оның 1 күн өтіп кетті. Әсемге жақсылап өткізер едім. Ең жақын адамдармен бірге болсын. Ата-анасының, інілерінің палатасына кіруге рұқсат бердім. Әрине ота жасалғандардың алдында науқасты шаршатуға, оның палатасына артық микробтармен бұлғауға болмайды. Бірақ бірер сағатқа кірсін, бірге болсын дедім. Сағатқа қарап едім, таңғы 4 екен. Ең құрмағанда 2 сағат ұйықтап алуым керек. Ары бер аунап өзімді өзім зорлағандай қылып, 1,5 сағат ұйықтаппын. Бірақ ұйқым сергек еді. Жуынып шайынып алдым да жұмысқа шықтым. Жұмысқа келсем әріптестерім күндегідей қарбаласпен шапқылап жүр екен. Бұлар үшін кезекті оталардың бірі. Әлгі ел айтпақшы, еттері өліп кеткен. Ал менің уайымым зор еді. Әсемнің палатасына кірдім. Ол қуана қарсы алды. Ұйқыңыз қанды ма? Қанғандай болды. Мен 2 сағат ұйықтадым. 4 пен 6-ның ортасында. Мен де тура сол уақытта ұйықтадым. Сіз жанымда боласыз ғой? Әрине боламын. Мен наркоздан естен танып жатқанда тайып тұрмаңыз. Мен сізге арқа сүйеймін ғой. Боламын, әрине боламын. Сізге сенемін. Осы бір сөз ғой. Менің жаныма нұр, ойыма күш беретін. Қалай риза болмайын? Алланың мұнысына да шүкір. Бір адамның сені жақын тұтып, сенгені қандай ғажап. Сенің ол адамға қорған болғаның, оған пана болғаның адам айтып жеткізе алмайтын керемет. Мен отаны жасайтын ұстазыма қарай құстай ұштым. Ол жалпы жағдайды талқылайтын 5 минуттық жиналысымызға шығып келе жатыр екен. Менің не үшін келгенімді сезді. Бойыма күш бергісі келді ғой деймін. Қорықпа, сәтті болуға тиіс деді. Жиналыстан шыққаннан кейін 1 сағат өткенде Әсемді операция блокқа, яғни ота жасайтын бөлімге апарды. Уколды жарықтырып, анестезиолог жұмысын бастап кеткен. Уколды саларда Әсем мені ымдап шақырды. Жанына жақындап едім. Еңкейіңізші дегендей ишарат білдірді. Еңкейіп едім. Жастығымның астында хат тұр. Егер мен оянбай қалсам оқыңыз. Өтініш, оянбай қалсам ғана оқыңызшы. Әйтпесе ұяламын деді. Басымды изеп келісімді бердім. Ары қарай қауіпті де қиын жұмыстың дайындығы басталып кетті. Менің тынысым тарылып бара жатқандай болды. Бұл отаға бақылаушы ретінде ғана қатыспақпын. Негізі тағайындалған дәрігерлер әрқайсының өз жұмысы бар. Негізгі адам менің ұстазым. Сол ұстазым маған қарап, сенің қатыспағаның дұрыс деді. Жем-жемге келгенде неге бұлай деді. Мен қарсылық білдірдім. Әсем үшін бұның керек екенін, мен үшін қаншалықты маңызды екенін айттым. Ол кісі, көрмегенің дұрыс, сыртта, есіктің түбінде отыр деді. Ұстазым да көреген адам. Ол не айтса, біліп айтады. Бір білгені бар шығар. Бірақ Әсемнің сізге сенемін деген сенімі ше. Жарайды, алысқа кетпеймін ғой. Тілеуін тілеп отырармын деп
ота жасалатын бөлменің есігінің алдындағы орындыққа отыра кеттім. Құр отырмай, Құдайдан тілеуін тілеп отырармын дедім. Аппағым ақ қызым аман болса екен дедім. Қалай өзіме меншіктеп алғанымды да білмеймін. Сізге айтпаған екенмін ғой. Мен Әсеммен байланысқан уақыттарда оған деген сезімім бой көтерген күндерде романтикке айналып бара жатқандай болдым. Мен Әсемнің палатасында қиял мен мұңға беріліп отырғанда біраз уақыт өтіп кеткен екен. Медбикелердің бірі келіп отаның аяқталғанын айтты. Мен бірден ұстаздың кабинетіне жүгірдім. Кіріп барсам әдеттегідей тершіген маңдайын қос қолмен таянып үнсіз отыр екен. Мен кірген бетте есіктіштен іл дегендей белгі берді. Мен ілдім. Ол кісі суырмасынан коньяк алды да қырлы стаканға жартылай қылып құйып тартып жіберді. Мен болсам жауап күтіп дегбірім қашып тұр. Қалай болды дегендей жүзіне жәутеңдеп қарадым. Қолдан келген бәрін жасадық деді. Менің жанарыма жас толып бара жатты. Өйткені мұндай жауап сәтсіз аяқталған жағдайда ғана айтылады. Өзіңіз де кинолардан талай көрген шығарсыз. Теңселіп бара жатқанымды білдім. Өзімді өзім ұстай алмай орындыққа отыра кеттім. Ұстаз үстел үстіндегі графиннен су құйды да алдыма қойып, көретін жарығы бар екен деді. Мен жан шақырғандай болып, терең күрсініп, стакандағы суды кеңірдегіме төңкере салдым. Ұстазым әңгімесін қайта жалғады. Бірақ өмір бақи күтімде болу керек. Бұл бір. Екіншіден бұл қызға ана болу бақыты бұйырмайды. Мейлі, жаны олжа ғой дедім. Ол оянғаннан кейін реанимацияға кірдім. Тәуліктің қай мезгілі екенін ажыратып болмайтын қара сұр бөлмедегі төргі төсекте менің Әсемім жатыр екен. Сол баяғы сұп-сұлу Әсемім. Мені көрген бетте жымиған болды. Бірақ әбден әлсіреп қалған екен. Төсегінің жанына орындықты жақындатып қойып отыра кеттім. Төсектің бергі жағында сұлық жатқан қолын алып, сыртынан ақырын ғана өптім. Қиындықтың бәрі артта қалды дедім. Ол тағы да сізге сенемін ғой, сендім ғой деп сыбырлап қана. Ал саған қазірше тынығу керек. Бұл жерде көп отыруға болмайды деп бетінен сүйдім де сыртқа шықтым. Сыртқа шыққан бетте Әсемнің ата-анасына жолықтым. Мән жайды қысқаша баяндадым. Олардың қуанышында шек болмады. Бірақ ана бақыты бұйырмайтынын естігенде сәл мұңайып қалғандай болды. Олар да тірі қалғанына шүкір деді. Әрине мынандай жағдайда жанның амандығы үлкен олжа. Жер басып жүрудің, жарық күннің сәулесін көруде бақыт емес пе? Ана бақыты бұйырмаса жар бақыты бұйырар. Күндердің бір күнінде Әсем ауруханадан шықты. Бірақ аурухананың іші босап қалғандай болды. Бұрын жұмысқа асығып келуші едім, қазір олай емес. Әсем жатқан 9-шы палатадан сән кеткенде еді. Әрине жағдайын білу мақсатында жиі-жиі телефон соғып тұрдым. Бірақ телефон арқылы сағынышты басу мүмкін бе? Ол аптасына бір рет келіп тұруы керек болатын. Мен бір аптаға шыдамадым. 4 күн өтер өтпестен мекен жайын жазып алып тартып отырдым. Әкесі тыныш жерде таза ауада тыныссын деп Жуалы ауданындағы атасы мен әжесінің үйіне әкеткен еді. Жуалы дегеніңіз Таразға тиіп ақ тұр. 60 шақырымды жарым сағаттан аса уақытқа артқа тастап үйлеріне кіріп бардым. Әдеттегідей жылы жымиып қуана қарсы алды. Ол да сағынып қалған екен. Біраз әңгімелесіп отырдық. Әлеуметтік желілерден біржолата бас тарттым. Өйткені адамды құлазытатыннан басқа еш пайдасы жоқ. Жұрттың бәрі жарқырап бақытты болып жүрген сияқты. Екеуміз шай ішіп болғаннан кейін менің жалдап келген көлігіммен әйгілі Әулиебастау бұлағына бардық. Бұл бұлақ жайлы аңыз көп еді. Бұлақ басында біраз сейілдегеннен кейін қайтадан Жуалға шықтық. Біз үйге келгенде Әсемнің атасы мен әжесі ет асып қойған екен. Асықпай отырып астанып, ауқаттанып әңгіме айттық. Қария мен кейуана алғыстарын жаудырып жатты. Бұл алғыстың барлығы маған емес, ұстазыма айтылу керек екенін айттым. Ол кісілер сәлемдемеміз жеткіз, келер жолы өзі келсін, қонағымыз болсын деп тапсырды. Кеш қарайған шақта мен көлікке отырып, Таразға қарай аттанып кеттім. Әсеммен қимай қоштастым. Ол да қимастық сезімнің құшағында қала берді. Жанарымнан сізге сенемін деген сөзді оқығандай болдым. Мен бәрін өзім іштей шешіп алғанмен ата-анам Әсем жайлы әлі тіс жарып айтпаған едім. Енді әңгіменің шетін шығару керек болды. Олар қалай қарар екен деймін. Бірақ әкем де шешем де бұған дейін маған қарсылық танытып, бетімнен қаққан адамдар емес. Бұл жолда солай боларына сенемін. Ақыры ойлана келе айтуға бел будым. Кешкі астың үстінде әкем мен шешемді қатар отырғызып қойып әңгімені бастадым. Түптің түбі белгілі болатын болғасын, ештеңені бүгіп қалмадым. Әкем, маңдайыңа жазылған сол қыз болса, пешенеңнен көрерсің деді. Шешем болса, қазір жастықпен осылай ойланғаныңмен
күн ертең жасың келгенде өкініп қалып жүрмесең болды. Сезім деген шіркіннің мәңгі лаулап тұра бермейді деп сақтандырған болды. Бұл әрине ешқандай да қарсылық емес, жай ғана ақыл айту еді. Менің қуанышымда шек болмады. Бағана айттым, Әсем бір аптада бір рет келіп тексеріліп тұруы керек болатын. Мен 4 күн дегенде оған бардым. Одан кейін араға 3 күн салып, ол келді. Ауруханадағы тексеру, ем-дом тағайындау шаруаларын бітіргеннен кейін мен Әсемді үйге алып келдім. Жай ата-анаммен таныстыру мақсатында. Ол үйге кіріп келгенде асқанмен жүрген анам тұрған орында қатты да қалды. Әсемнен көзін алар емес. Сәлден кейін бар тілге келіп, кел айналайын төрлет деді. Әсемді қонақ бөлмеге кіргізіп, өзім ас бөлмеге келгенде анам, мынауың адам емес қой деді. Мен түсінбеген күйі сұраулы жүзбен бетіне қарадым. Ол өзінің сөзін түсінбей қалғанымды сезіп маған күле қарап, адам емес, адам кейпіндегі періштеме бірдеңе ғой деді. Бірер уақыттан кейін әкем бөлмесіне шығып, ол да Әсем отырған қонақ бөлмеге кірді. Әсем оған күлімдеп амандасты. Мен Әсемге ата-анаммен таныстырамын деп айтқан жоқ едім. Жай үйден дәм тат дегенмін. Сол себепті болар. Ол өзін еркін ұстады. Жақсы жағынан көрінейін деп жасандылыққа салынбады. Дастархан басында әкем мен анам Әсемді әңгімеге тартты. Әсем еркін әңгімелесті. Болашақ келіндері ата-анамның көңілдерінен шыққан сияқты. Міне аға, ініңіздің тағдыр талай осындай. Әсем екеуміздің махаббатымыздай махаббат өзгелерде де бар шығар. Бірақ біздікі дәлелденген махаббат. Сіздің әңгімеңізді тыңдаймын деп өзімнің тарихымды баяндап кеткенім қалай болды? Күнде кешкіріп қалыпты ғой. Тұрсақ тұрайық. Айтпақшы, өзіңіздің қанша балаңыз бар? Жолай кезіккен жолдасымның өмірі осылай өрбіген екен. Ол жігітті сөзі бар дегеннен гөрі сыршыл дегеніміз жөн шығар. Өзі аңқылдап қалған бала екен. Дастархан басындағы жарты күндік отырысымыз бізді бір-бірімізге бауыр бастырып жіберді. Қоштасып керіп бара жатқанымызда жұрттар бұндай оқыған ойдан құрап қиялдарын сауып отырып жазады ғой. Ал сізге мен дайын материал бердім. Бірақ жазамын десеңіздер сіздерде бұндай сюжеттер көп шығар. Дегенмен жазғыңыз келіп жатса қарсы емеспін деді. Мәселе сюжетте емес, сенің адамдығың, адалдығың үшін жазуға болады деп ойлаймын. Бұлайынша банальный сюжет дейсіз ғой. Жоқ, олай деуге келмес. Жарайды, сау болыңыз, танысқаныма қуаныштымын. Көріскенше, жазып жатсам хабарласамын. Сізге сенемін. Бойымда сенімі бар адамды құрметтеймін. Сол сәтте менің есімде Жарасқанның өлеңі ойыма оралды. Нұр ішкен алтын зерлі күн кекседен адамға сенбегенде кімге сенем? Бар шығар арасында вақталасым, бірақ та ешбірмен күндесемен. Осындай адамдар барда сенім жоғалмайды, үміт үзілмейді. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы